пайдаланылған бос 3 пластик бөтелкенің оқиғасы. Олардың саяхаты 3 жолға бөлінейін деп жатыр. Және әр жол жай нәрсеге емес, бүкіл планетамыздың тағдырының нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Бірақ олар әрдайым осындай қалыпта бола бермейтін. Бөтелкелердің соңғы ақырғы нәтижесін түсіну үшін алдымен олардың шығу тегін зерттеу керекпіз. Біздің оқиғамыздың кейіпкерлері осы мұнай өңдеу зауытында пайда болған. Олардың денелеріндегі пластик мұнай мен газ молекулаларының химиялық байланысы арқылы түзілген мономерлерден жасалған. Өз кезегінде мономерлер миллиондаған пластик түйіршіктерін түзу үшін ұзын полимерлі тізбектерге біріктірілді. Бұлар өндіріс фабрикаларында балқытылып, жаңағы үшеуінің денесін құрайтын серпімді материал жасау үшін кейіпке қайта өңделді. Машиналар бөтелкелерді тәтті газды сусынмен толтырғаннан кейін, олар қапталып, жіберіліп, сатып алынып, ашылып, ішілді де менсінбестей лақтырылды. Енді олар мына жерде беймәлімділік түнегімен бүркелген болып жатыр. Бірінші бөтелке 100 миллиондаған тонна пластикалық бауырлары сияқты қоқыс орнына түседі. Күн сайын жаңа қоқыстар әкелініп, бұл жер кеңейе түседі. Пластик қабат-қабат қоқыстың арасында езіліп жатады. Жаңбыр суы қоқыс арасынан өтіп, суда еритін заттарды өзімен бірге алып кетеді. Бұл заттардың кейбіреулері өте уытты. Олар сүзінді деп аталатын қоймалжың қоспаны құрайды. Бұл сүзінді жер асты суларына, топыраққа және ағындарға ауысып, экожүйені улап, жабайы табиғатқа зиян келтіреді. Бір бөтелкенің ыдырауы азапты 1000 жылды қажет етуі мүмкін. Екінші бөтелкенің саяхаты қызғырақ болғанымен, бірінші кейіпкеріміздің тағдырынан сәттірек емес. Ол ағын арқылы бұлаққа жетеді. Бұлақ оны өзенге апарады. Ал өзен болса мұхитқа шығарады. Бірнеше ай теңізде қаңғырудан кейін ол үлкен тынық мұхиттық қоқыс алаңы деп аталатын қоқыс жиналатын үлкен құйынға баяу тартылады. Бұл жерде мұхит ағыстары әкелген миллиондаған пластикалық қоқыстар жиналады. Осы алаң әлем теңіздеріндегі пластикпен толтырылған 5 иірімнің бірі. Ластаушы заттарға толы бұл алаңдарда лай пластикалық батпаққа айналған. Теңіз құстары сияқты кейбір жануарлар ашық түсті пластикпен жасалған бөлшектерді тағаммен шатастырып қоректенеді. Алайда пластик оларды тоқтық сезімімен алдайды. Сондықтан олар аштан өледі. Бұған қоса бұл жануарлар пластик токсиндерін қоректік тізбекке қосады. Мысалы, уытты анчоус жейді. Оны болса кальмар, кальмарды болса тунец жейді. Ал тунецті жейтін біз. Пластиктердің көбісі биологиялық түрде ыдырамайды. Демек олар микроэлементтер деп аталатын ұсақ бөлшектерге бөлініп, теңізде мәңгі қалуы мүмкін. Үшінші бөтелке болса, бауырларының қатыгез тағдырынан құтылды. Жүк көлігі оны зауытқа әкеліп, ол серіктестермен бірге езіліп, блоктарға қысылады. Жарайды, бұл да әзірше жаман естіледі. Бірақ асықпаңыз. Жағдай жақсарады. Блоктар ұсақ бөлшектерге бөлініп, жуылып, балқытылып, қайтадан қолдануға болатын шикізатқа айналады. Көз байлағандай, үшінші бөтелке енді мүлдем жаңа нәрсе ретінде қайта толуға дайын. Осындай қарапайым пластик бөлшегі үшін енді мүмкін емес нәрсе жоқ. Ал сіз пластик қоқыстарды арнайы орындарға өткізесіз бе? Я, достар, ойларымызды комментарийде қалдырамыз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.